Сәлем Дінзухра, демалысың қалай өтті? Сәлем Ақберген, жақсы өтті. Осы демалыста туған жерім Ақтоғай ауданына барып келдім. Тамаша, мен Ақтоғай ауданында болып көрмедім. Ендеше мен саған ауылымның табиғатын таныстырайын. Кең даланы шарлап, самал желмен сырласып өскен әрбір жан үшін туған жердің табиғаты жүрекке жақын, жанға ыстық мекен. Мен үшін сондай қасиетті, көркем өлке Қарағанды облысындағы Ақтоғай ауданы. Жарқырап жұлдыздай бақталайын, атыңды айтып мақтанайын, алтын бесік Ақтоғайым. Ауылда экотуризмді дамыту 2008 жылы басталды. Шабанбай бидің туристік әлеуетіне алғашқылардың бірі болып Авалон турклубының мүшелері мен оның президенті Виталий Шуктар назар аударды. Содан кейін ол және оның пікірлестері алғаш рет велоэкспедиция кезінде ауылға барды. 2009 жылдан бастап қожайындары қонақтарды қабылдауға дайын болған Шабанбай би қаласындағы кейбір үйлерге қонақ мәртебесі берілді. Ал 2014 жылы ауылда алғашқы Сұлутас қонақ үйі салынды. Онда айына 15-тен 25-ке дейін туристер тоқтайды.